Ал құрметті оқушылар, біздің келесі нұсқамыз 17-13. Ал өткен сабақта біз математикалық сауаттылықты алдық, ал бүгін осының математикасын шешеміз. Яғни өте қызық есептер бар алда. Видеоны дұрыстап көреміз. Негізі сіздерге кеңес бергім келіп тұр. Сіздер өздеріңіз алдымен нұсқаны шешіп көріңіздер. И шеше алмаған, яғни шығара алмаған есептеріңізді осы видеоны қосып қарап, лайк басып, осы нұсқа бойынша сұрақ қойсаңыздар болады. Ал мен қазір бірінші есептен бастап кете берейін. Енді сіздерге мынаның бәрін досконально бүйтіп отырып түсіндірмеймін, бірақ қолдан келгенше бәрін түсінікті қылдырып айтамын. Толық нұсқалардың бәрі, яғни жалпы әр есептер осы сайтта тіркелетін болады. Жалпы әр тақырып менде қамтылады, 100-200 мысалдан оңай күрделі. Әлі ендіға уақыт бар дегендей, соны түсініп алсаңыздар бәрін болады. Әзірше кеттік, ал бастайық. Бірінші есеп берілген. Так, мына жерге біріншісін жазайын тез. Уақыт деген тығыз, 30 есеп. Оны енді 2 сағат отпайық. Так, 2 дейді, сосын бөлінген 25-тің түбір асты 2 дәрежесі дейді. Мұнан шығарайық ал. Ең алдымен квадраттап ашылайық. Так, 5-тің түбір асты 2-нің квадраты бізде 2, дұрыс па? Сосын плюс 2 көбейтіліп, әрі 2-ге көбейтіледі. Яғни 2 түбір асты 2. Сосын 1-дің квадраты 1. И бөлінген деп тұр. 25 деген сөз ол 5-тің квадраты, яғни 5-тің 2 көбейтілген түбір асты 2 деп жазсақ болады. Одан кейін 5-ті 5-ке санды санға бөлген кезде әр сандары бірдей болса, дәрежелері азайтылады деген заң бар. Сонда 5-тен дәрежелерін азайтам. 2 плюс 2-ке 1-ді қоссам 3 қой. 3 плюс 2 түбір асты 2 минус 2 түбір асты 2. 2 жойылады да 5-тің 3 дәрежесі шығады. 5-тің 3 дәрежесі бізде 125-ке тең. Ол D нұсқасында тұр ме? Жауабында. Екінші есеп. Енді екінші есеп оңай есеп өте. 2-ден 1 x дейді, плюс 17 тең 24 минус 3x дейді. Бәрін 2-ге көбейте салайын. Сонда x плюс 17-ні 2-ге көбейтсем бізде 34 тең 48 минус 6x. Осы жерден мынаны былай өткізейін. Яғни 7x болып өтеді. Ал 34-ті былай өткіземін. Яғни 48-ден 30 алсам 18, 18-ден 4 алсам 14. X тең 2-ге 7 бөлініп кетеді. Ондай жауап бізде 2C нұсқасына тұр. Келесі үшінші есеп. Үшінші есеп берілген жазайын. Так, синус x плюс косинус y тең 2-ден 1 дейді. Одан кейін косинус y минус синус x тең, ол да 2-ден 1-ге дейді. Енді қараңдар, мынау есеп шығару үшін алдымен бізге қосу заңы деген бар. Яғни, бір-бірінің үстімен астын қоссақ болады. Үстімен астын қоссақ, бізде қараңдар, минус синус x пен плюс синус x екеуі жойылып кетеді, дұрыс па? Сонда мынау екеуі ғана қосылады. Сонда 2 косинус y тең 2-ден 1-ден 2-ден 1-ге қосам, ол жартын жартыға қосам 1 болады. 0,15 қой екеуі. Сонда косинус y тең 2-ден 1. Ал 2-ден 1 бізде қай кезде косинус y 2-ден 1-ге тең? Ол бізде так 30, 45, 60 градус. 60 градус дегеніміз ол бізде пи бөлінген 3 плюс 2 пи к или n десек болады. Енді y табылдық, болды енді. Енді қараңдар, синус табу үшін азайтамыз. Азайтсақ енді косинустар жойылады. Синус x-тан азайту минус синус x, минус пен минус екеуі қосып көбейтіледі да плюсті береді. Сонда 2 синус x тең екеуі қосылады да азайтылады екеуі 0. Синус x тең 0, x тең синусымыз 0, яғни дербес жағдайда пи n, немесе пи к разница жоқ. Болды, осыны жауаптарды іздейміз енді. Точнее, мен бір нәрсені ұмытып кеттім. Косинуста бізде плюс-минус жүреді ғой әрдайым. Плюс-минус. Қараңдар енді. Такс. Мына жерден қарайық дұрыс жауаптарын. Плюс-минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи n и пи к деген міне жауап тұр. Міне кетіп тұр. Мына жерде плюс-минус жоқ да. Мына жерде 2 пи n деп тұр. Ол келмейді. Е нұсқасы міне пи к және де плюс-минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи n. 3е. Төртінші есеп. Так,
Мыналарға жазайын. Төртінші есепте бізге біткен. B4 тең 20, B8 тең қанша деген B8? B8 бізде 320-ға тең дейді. Геометриялық прогрессияның еселігін табыңыз дейді. Q-ді сұрап жатыр бізден. Енді Q табу үшін қараңдар, ең үлкеннен ең кіші табамыз алдымен. Яғни B8 деген бізде неге тең? Ол бізде B1 Q-дің n-1 дәрежесі формуласы бойынша. Яғни B8 тең B1 Q-дің 7 дәрежесі. Ал бізде мына жерде B4 берілген екен. Ал бізде B4 мынау былай болады. B4-тің формуласы, яғни B1 Q-дің 3 дәрежесі, дұрыс па? Мынау екі нәрсені көріп тұрмыз міне. Қараңдар. Енді бізде жалпы геометриялық прогрессияда былай істесек болады. Үстін астына немесе үстін астына, астын үстіне бөлсек болады. Маған удобно енді үстін астына бөлгене. Яғни B8-ді бөлемін B4-ке. Ол тең болу керек. Мына екеуін бір-біріне бөлсем, B1-лар қысқарып кетеді. Q7 бөлінген Q3. Ал дәрежелерін азайтылады енді. Мына екеуі такс. Q қанша қаласында 7-тен 3 тайсам 4. Яғни B8-ден B4-ті бөлем. 320-ны бөлемін бізде 20-ға тең Q-дің 4 дәрежесі. 320-ны 20-ға бөлсем, так, 0-дері қысқарады. 32-ні 2-ге бөлсем 16 Q-дің 4 дәрежесі. Ал осы жерден Q4, Q тең 2, я? Плюс-минус 2. Плюс-минус 2-дің 4 дәрежесі әрине 16-ға тең. Ол бізде міне А нұсқасына тұр. Келесі 5-ші есеп. Так, 5-ен теңсіздік берілген міне. Теңсіздікті осыны шешейік ал. Бірден жасайын, қайттан көшірмейік. Косинус квадрат x минус синус квадрат x деген кәдімгі формула. Оны кез келген білу керек. Яғни ол косинус 2x деген формула. Нәрге жазып қойын. Косинус 2x үлкен 2-ден 1-ден дейді. Енді бұндай есептерді графикпен шығарамыз. Бүйтіп график сызамыз. Косинус 2-ден 1 деген сөз ол бізде 60 градус, яғни пи бөлінген 3. Ол мына жерлер ғой, 60 градус деген примерно. И оң деп тұр. Косинустың оңдары мынаяқ плюс пен плюстері. Оң сандары. 2-ден 1 деген сөз бізде пи бөлінген 3 міне. Енді үлкен десе қараңдар. Мынаяқ боялады, яғни сағат тіліне қарсы ішкі жағы боялады. Мына жағы боялады. Осы екінші нүктесін табу үшін бізде минус деп қоя саламыз. Пи бөлінген 3. Ал графиктің негізі өз заңдары бар. Ол заңдардың бәрі бұйырса сайтта қойылады. Ондай альфа, пи минус альфа, пи плюс альфа и минус альфа деген осы заңдар бар. Теңсіздіктер деген арнайы тақырыпта бәрі досконально түсінікті болады. Сонда жауабын жасасамыз, мына жерде енді бізде. Мынау екеуінің арасы, сонда минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи n, сосын кіші x кіші пи бөлінген 3 плюс 2 пи n. Немесе пи k, пи n деген разница жоқ, ол n деген k деген ол кәдімгі сандар. n тиісті k-ға деп беріледі кейде. Ондай жауап бізде қайда тұр екен? Такс. Мына жерде не болып кетті? Косинус... мен қателесіп кетіппін. Так, смотрите. Косинус 2х арқылы ғой мына жерде, бәсе. Мынау 2х мына жерде тіркеліп тұрады жай үшін. Не, көріп тұрсыздар, кәдімгі заң бойынша. И 2 әрқайсынан бөлініп шығады. Сонда мына жерде 6 болады. Енді 2 бөлінеді, мына жер бөлінсе қысқарып кетеді. Пи n. Мына жерде 6 болады, мына жерде қысқарып кетеді. Ұмыт кетіп, сонда минус пи бөлінген 6 плюс пи k кіші x кіші пи бөлінген 6 плюс пи k. Міне, осыны жауап тұрады. Мына 2-ні көрмей қалып қой жаңа. Так, іздейтін болсақ, ондай жауап не А нұсқасына тұр. Минус пи бөлінген 6 плюс пи k, пи бөлінген 6 плюс пи k деген. Қалғандарына көріп тұрсыздар, мына 2 пи k дейді, ол қате. Мына 2-ке бөлінеді анау. Сонда 5 бізде А жауабында тұрады. Келесі 6-шы есеп. Так, көрініп тұр ма? 6-шы есепте не деген бізге? Ой, мынандай теңсіздіктер беріліпті. Негізі жауаптарында орнына қойса болады, бірақ шығару жолын көрсен енді. Так.
логарифм дейді. 4 негізді x минус 1 кіші 1-ден. Сосын логарифм 5 негізді 2x минус 1 кіші 1-ден дейді. Қараңдар, ең алдымен біз мынаның анықталу облыстарын тауып алайық жеке-жеке, яғни үстінен x минус 1 дейсіздер, яғни үлкен 0-ден логарифм анықталу облысы. Астынан 2x минус 1 үлкен 0-ден. Екеуі де 0-ден үлкен болу керек. Бұл логарифмнің заңдылығы. Сонда x үлкен 1-ден, x үлкен, мына жерде 1 өтеді, 2-ден 1. Онда 2 жауап шығып тұр міне бізде. Енді мынау теңсіздіктің өзін шешейік енді жеке-жеке. Логарифм, яғни жазайын x минус 1 кіші 4-тің 1 дәрежесі әрине 4, сосын астын шешем. 2x минус 1 дейм, кіші 5-тің 1 дәрежесі 5. Міне, осы теңсіздікті шешіп алайық енді. Сонда x кіші мына жаққа өтеді 5-тен, x кіші мынау былай өтеді 6, 6-ны 2-ге бөлсем 3. Міне и міне. Енді осы 4 нәрсені сызамда 4 рет қиылысқан жер есептің жауабы болады. Ең кішкентайынан бастайық. Бізде ең кішкентай 2-ден 1-ді көріп тұрсыздар, ол мына жер примерно 0,5 деген. Одан кейін 1 тұрады. Ол мына жерде тұрсын. Нүктесі. Одан кейін 3 тұрады. Одан кейін барып мына жерде 5 тұрсын. 5 деп қойын мына жерге. Болды, енді әр сызып шығайық. 0,1-ден бізде үлкен дейді. Мына аяқ сызылады. Не? Сосын 1-ден де үлкен дейді. Мына аяқ сызылады. Сосын 3-тен кіші дейді x. Мына аяқ кетеді. И 5-тен кіші дейді. Мына аяқ кетеді. Енді қараңдар, 4 сызық болғандықтан 4 жер нету керек, қиылысу керек. Онда жерді іздейік ал. Әр нүктеден бастап іздейміз, қараңдар. Мына жерді бүйтіп сызсаңыздар, перпендикулярмен 90 градуспен. Мына жерде боялмаған көріп тұрсыздар, бірінші келмейді. Екіншісін сызайын. Міне. Мынау аралық кеп тұр, көрдіңіздер, міне. Бәрі жер қиылысқан өзара. Сонда ол бізде 1 мен 3-тің арасында, міне. 1 мен 3 нүктенің арасы. Онда жауап бізде А нұсқасына тұр. Такс. Міне 1 мен 3-тің арасы деген А нұсқасына тұр. Болды, сонда өйстіп шығара саласыздар. Түк қиындығы жоқ. Келесі бізде келесі 7-ші есеп. Енді 7-ші есеп өте оңай. Қараңдар, бірден көрсетейін. 2 косинус x плюс пи бөлінген 2-ның туындысын тап дейді. Кез келген санның туындысы, яғни пи бөлінген 2. Пи деген 180 немесе 3,14. Разница жоқ, қалай алсаңыздар да. Бұл санның туындысы 0-ге тең. Мына 0 міне. Косинустың туындысы минус синус. Болды. 2 деген ол коэффициент тұра береді. Яғни іздейміз минус синус деген міне д нұсқасы. Плюс 1 дегендер ол қате. Келмейді ешқайсысы. Плюс 2 дейді. Мынау келмейді екен, сан туындысы 0-ге тең. Ол мектеп кезден білетін шығарсыздар енді. 7d міне. 7 деген бізде д нұсқасы болды, жауабы. 8. Келесі функцияның мәндер облысын табыңыз дейді. Енді бұл туралы сіздерге кішкене түсіндіріп өтейін. Жалпы y тең 2 минус синус 5x. Бізде жалпы мәндер облысы және анықталу облысы деген екі нәрсе бар. Анықталу облысы деген сөзіміз x-тің қабылдай алатын сандары. X-тің. Ал мәндер деген сол x қабылдаған нәрселерден шыққан y-тің мәндері болады. Ол қалай сонда бізге бүйтіп тұр қазір? Мәндер облысын тап дейді. Ал мәндер облысын табу үшін y тең дейсіздер, 2 дейсіздер, минус. Синустың анықталу облысы жалпы минус 1 мен 1-дің арасы. Яғни минус 1-ден асамайды, яғни минус 2 или 1-ден асамайды, 3, 4, 5 деп. Сондықтан не көріп тұрсыздар? Синус 5x болсын, синус 7x, 10x. 1 мен минус 1 деп ала бересіздер. Яғни бірінші 1-ді алайық. Сонда y тең орындарына 1 болады, 2-ден 1 айтсақ 1. Енді бірінші бізде жауап. Екінші жауап y тең 2 минус. Біз енді минус 1 деп аламыз, синус көріп тұрған нәрсен. Минус 1 деп. Сонда y тең 2 минус минус 1, ол бізде 3-ті береді. Ал есептің жауабы сонда мәндер облысын тап деген 1 мен 3 деген не қайда тұр? Д нұсқасынан тұр. Тік жақша арқылы.
есептің жауабы. 9-шы есеп. Так, 9-шы есеп былай берілген. Түзу дейді 2х минус 3y плюс 6 тең 0 теңдеумен берілген. Түзудің координат осьтері мен қиылысу нүктелерінің координаттарын табыңыз дейді. Енді бұл есепті көбісі түсінбеуі мүмкін, қалай екенін, бірақ сіздерге өте оңай жолдарын айта саламыз. Жалпы былай, мынау x пен y-ге сандар берсек, мынау 0-ге теңесу керек. Яғни x-тің орнына нәрде мысалы минус 3, 0, y-тің орнына 0 мен, x-тің орнына 0 мен 2-ні. Енді тексеріп көріңіздер, қараңдар. Минус 3-ті x-тің орнына қоям. Минус 6, 0-ды y-ге қоям. Мына жер 0 болып кетті. Минус 6 плюс 6 0-ге тең. Міне, дұрыс. Енді екінші тексеріп көрейік. X-тің орнына 0-ды қоям. 2 көбейтілген 0, 0. 2-ні y-тің орнына қоям. Минус 6 плюс 6 0. Міне, B нұсқасы болады. Қалғандарын көрсеңіздер, шықпайды ешқайсынан. 9 сонда бізде B жауабы болады. 10-шы есеп. Так, 10-шы есеп былай берілген. Дұрыс көрініп тұр ма? Цилиндрдің дейді, ойыстық қимасы квадрат дейді. Оның периметр 4а бөлінген 3, цилиндр табанның аудан тап дейді. Енді бұдан оңай есеп жоқ. Жалпы цилиндр тысайын, бұлай болады. Такс. Ойна не опыт. Қисқыз қойдым что-то. Жарайды, бұлай сасайын нәрге. Міне, ойыстық қима деген сөзіміз, төрт бұрышты көріп тұрмыз ғой, міне. Төрт бұрышты. Осы квадрат дейді. Яғни квадрат дейді, оның периметр 4а бөлінген 3 дейді. Енді квадрат деген сөз, бүкіл қабырғасы өзара тең ғой, мысалы x деп алайық бәрін. Ал периметр деген сөзіміз бәрінің қосындысы, яғни 4x бізде неге тең? 4а бөлінген 3-ке. Осы жерден әр қабырғасының ұзындығын тауып алайық. X тең 4а бөлінген. Сонан 4-ке бөлініп кетеді. Так, видеоны қиылып, что-то бір әлі отыр. Бөлініп кетсе бізде, так, не болып кетеді мына жер? 4 көбейтілген 3 болып бөлінеді. А бөлінген 3. Әр қабырғасы бізде А бөлінген 3 екен. Қайттан бәрін қоссақ бізде периметр шығады. Енді табанның ауданын тапсын деген бізге. Так, сөйткен ба? Я, табанның ауданын тап деген. Табанның ауданы бізде шеңбер. Ал оның радиусы деген сөзіміз мынаның жартысы. Көріп тұрсыздар, я? А бөлінген 3 болса. Так, мына жер радиус енді А бөлінген 3-ті 2-ге бөле саламыз. 2-ге бөлсек А бөлінген 6 болады. Енді бізге табанның ауданы дегеніміз S тең πr квадрат. Болды сонда π тең А квадрат бөлінген 6 квадраты 36. Осыны жауапты іздейміз. Міне 10 D нұсқасына тұрған, D жауабында. Келесі есеп. 11 есепте былай берілген. 743 тонна массасын грамм арқылы өрнектеп, оны стандарт түрде жазыңыз дейді. Енді қараңдар, мына жерде 11 жауабы А болады. Енді басқасы келмейді, явно. Енді оны тексеріп көрсек ал. Тонна деген сөзіміз қалай екен? Қараңдар, жалпы 743 тонна деген сөзіміз, ол 743 көбейтілген 10-ның тонна деген ол, яғни 1 тоннада 1000 килограмм, дұрыс па? Яғни оның 3 дәрежесі килограмм десек болады. Енді бірінші жауапта бізде бүйтіп тұр. 7,43 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі грамм деген. Енді осыны мына килограммға айналдырамыз, тең еседі екеуі. Қараңдар. Так, мынау 10-ның 8 дәрежесі деген екеуін қарызға маған беремін, яғни 2 нүкте жылжытам. 743 қылдырам. Мына 2 10-ды алдым олдан. Значит, ол 10-нан такс көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі болып қалады. Сосын әлі граммда тұр. Енді килограмм қылдыру үшін оны көбейтемін 10-ның минус 3 дәрежесіне. Яғни 743 көбейткен 10-ның 6 дәрежесін граммды килограммға айналдыру үшін 10-ның минус 3 дәрежесіне көбейтесіздер. Сонда 10-ның 6 дәрежесінен 10-ның минус 3 дәрежесін азайтасыздар. Сонда 743-тен көбейткен 10-ның 3 дәрежесі шығады. Ал ол бізде 743 тонна деген мағынаны білдіретіне. Екеуі теңесті. А жауабына тең болады. Келесі 12-ші есеп. Енді бұл тоже оңай есеп. Нәрге тез жазайын, берілген қазір. Берілген жаз қойдым. Қараңдар, екі бірдей сан көбейтілген кезде дәрежелері қосылады.
мынау бізде 1 деген сөз, яғни бүйтіп жасақ болады біз. Кез келген сан 0 дәрежесі 1-ге тең ғой, яғни 2-ден 1-дің 0 дәрежесі деп. Енді дәрежелер қосылады және екі жақ теңеседі да қысқарып кетеді да, бізде x плюс y тең 0 деген жауап шығады. Келесі, астына бөлінген кезде дәрежелер азайтылады. Яғни x минус y тең 2-ден 1-дің 1 дәрежесі жасырын тұрады көрсеткіште. Қысқарады да 1-ге тең болады. Болды, енді осы теңдеуді шеше аламыз. Екі жақты қоссақ, y-тер жойылады да 2x тең 1 болады. X тең 0,5. 2 бөлінеді. Екі жақты азайтсақ, бізде y-тері қосылып кетеді. 2y тең 0-ден минус 1 болады екен. Y тең минус 0,5. Міне, 0,5 пен минус 0,5 деген жауап дұрыс. Қайда ол? Жауабында тұр міне. Келесі 13-ші есеп. Берілген 2x 1 бөлінген 2x еді үлкен 0-ден. Енді мынау есепте бұлай істейміз біз. Айнымалы енгіземіз. 2x-ті мен a деп алам. Сонда a минус 1 бөлінген a үлкен 0-ден. Осы жерден ортақ бөлім берейік. Сонда a квадрат минус 1 бөлінген a үлкен 0-ден. Мен аяғына ортақ бөлім бердім. Енді мынау теңсіздікті шешеміз. Үстінен нүкте, астынан нүкте табамыз жеке-жеке. Бізде үстінен қандай нәрсе шығады? 0-ге теңестіреміз және. a квадрат тең 0, тең 1 болып кетеді, 1 болып кетеді. a тең плюс минус 1, міне. Плюс минус 1 деген үстінен 1 жауап шықты. Енді астынан. Асты бізде тең емес 0-ге. a тең емес 0-ге. Осы теңсіздікті шешеміз. Сонда енді мына жерге графикті сызайық. Әр нүктелер сызамыз. Бізде кеттік ал. 0 деген қай жерде тұр? Мына жерде тұр деп елестейік. Одан кейін плюс минус 1. Яғни плюс минус 1 дегенді мен мына жерге жазайын. Минус 1 мен плюс 1-ді. Енді қараңдар, 0-ден бізде үлкен деп тұр, мына яқ үлкен. Сосын плюс минус 1 үлкен көріп тұрсыздар ғой, яғни плюс минус 1 қоямыз. Сосын таңба үлкен десе плюс аралықты белгілейміз. Бұлай белгілеп шығамыз. Енді қараңдар. Екі рет қиылысқан жер есептің жауабы болады. Ол міне мынау аралық. Сосын ол 1-ден плюс x-ке дейін деп тұр, яғни 1-ден плюс x-ке дейін. Ал біз 1 дегенді a-ның мәні арқылы таптық қой. Ал a-ны ашып 1-ді тауып алайық ол. Қандай сонда? Бізде a тең 1 болып тұр, дұрыс па? Яғни 2-ден 1 x қой. X тең 1. Сонда x тең 2-ден 1-дің 0 дәрежесі деп алсақ болады. Екі жақ қысқарады да x тең 0 деген жауап шығады. 1-дің орнына сонда 0 тұрады. 0-ден плюс x-ке дейін деген c нұсқасына тұр екен жауабында. Келесі 14-ші есеп. Келесі есеп былай берілген. Берілген жаз қойдым. Осы нүктенің дейді. Міне. OX оң бағытының арасындағы бұрышты табыңыз дейді. Енді бұрыш кейде не деп береді? Бұрыштық коэффициент, тангенс, оның бәрі былай шығарылады. Мына берілген функциядан туынды аласыздар. 0-ды қоя саласыздар x-тің орнына. Болды, есеп бітеді сонда. Туындыны алайық енді. Туындыны алмас бұрын мына x-терді дұрыстап жазбайын әжге. X-тің 1 дәрежесі көбейтілген x-тің 2-ден 1 дәрежесі деп. Мынау бізде 1 дәреже, 2-ден 1. Оны білетін шығарсыздар енді. Ят болады бізде. Енді x-тер көбейтілген кезде дәрежелері қосылады, 1 плюс 2-ден 1 болып. Осы жерден x-тің 1,15 дәрежесі шығады. Мына жерде сонда x-тің 3 бөлінген 2. Енді осыдан туынды алатын болсақ, мына жерден. Мына 3 бөлінген 2 астына түседі. 2 бөлінген 3 көбейтілген 3 бөлінген 2 болып. Сосын көбейтілген x 3 бөлінген 2-ден азайтамыз 1-ді. Сонда мына екеуі қысқарады. Енді 1,15-тен 1-ді айтсақ, 0,15-е 2-ден 1 деп жазсайын. Енді болды. X-тің орнына 3-ті қой деген, мына жерге 3-ті қоя салам. Сонда түбір асты 3 болып қала ма есептің жауабы? Бізге не деген? Дұрыс, тангенс x түбір асты 3. Тангенс бізде түбір асты 3-те қаншаға тең? Ол әрине пи бөлінген 3-е. Пи бөлінген 3-те түбір асты 3-ке тең. Тангенс арқылы өрнектейміз ғой. Ондай жауап бізде міне 14 Б нұсқасына тұр. Туындысын алдың, x-ті қойдың,
тангенске теңестірдің ғой. Болды. Бұл нұсқасына тұр. 15-ші есеп. Мынау есепте қиын емес. Так, радиустарының ұзындықтары 15 см және 49 см болып келетін екі шеңберлер ұзындықтарының қосындысына ұзындығы тең болатын шеңбердің радиусын табыңыз дейді. Қараңдар. Бізге бір екі шеңбер берілген былай. Екі шеңбер міне берілген. Осының радиустары дейді бізде. Біреуінікі 15, біреуінікі 49 дейді. Енді ұзындықтарының қосындысы дейді бір үшінші шеңбер дейді, мынандай пайда болады. Соның ұзындығына тең болатын, соның радиусын тап дейді. X тап дейді. Мыналар екеуінің ұзындықтарының қосындысы мына шеңбердің ұзындығынан тең жалпы. Енді ұзындық деген бізде 2πr формуласы. Сонда мынанікі 30π болады. Радиус енді 15 қой, 30π. Мынанікі бізде c тең 49-ды 2-ге өтемізде 80, 9 2 18, 98π. Міне. Так, 30-ға 98-ді қоссам, бізде 128, екеуінің қосындысы 128. Сонда мына шеңбердің ұзындығы дейді. Яғни 128-ге тең дейді. Тең 2πr. Осы жерден енді радиусын тап деген мына шеңбердің 2π-ға бөле саламыз. 64 радиусы. 64 деген жауапты іздейміз. Міне, А нұсқасына тұр. Келесі есеп. Келесі 17-ші есеп. Берілік 16 екен бұл, Ондай болып тұрады. Қателесіп кетеміз. Так, 16-ші есепте біткен. А мен Б-ның мәндерін тап дейді. Мына екі теңдеу теңесу керек. Енді бұл оңай өте. Бұны шығарудың екі жолы бар. Жақшаны ашып, кейін А-ның мәндерін қойсаңыздар, мынандай бір шығу керек, осындай бір теңдеу квадраттық. Немесе екінші жол былай болады, оңай жол әрі. Мынаны біз 0-ге теңестіріп, немесе турецкімен теңестіріп жүреміз, қазір көрсетем. 7x квадрат плюс 4x минус 3. Турецкийдің өте жақсы жері, мына жерде қазір қараңдар 0-ге теңестірем да, жеке-жеке жақша шығарып алам сыртына. Жалпы 7x пен 1x-ті көбейтсем, 7x квадрат шығады. Сосын 3 пен 1-ді көбейтсем 3 шығады, бірақ минус емес, сондықтан минус қойып қоямын мына жерге. Минус 3-ке 1-ді көбейтсем минус 3. Енді пропорция істеп қоссақ 4 шығып тұр. Яғни біздің әдісіміз дұрыс бәрі. Пропорция систерді қосасыздар. 7-ні 1-ге көбейтем 7, 3, 4 шығады, плюс 4. Енді бұның жақсы жері мына не көріп тұрсыздар, соны жақшаға бүйтіп алыстырсаңдар болады. Яғни сонда былай болады есеп. Мына жерге жазып қойын астына. 7x міне. Одан кейін минус 3 тұр. Жақшаға кетті. Одан кейін 1x емес, енді x деп жазамыз. Одан кейін плюс 1 тұр, міне. Плюс 1. Үстіп жақшаны сыртынан шығарып алсаңыздар болады. Қайттан ашсаңыздар, мына үсті шығады өзі. Жақша бәрі табылды. Енді мынау екеуі бір-біріне теңесу керек деп тұр ғой. Яғни А-ның орнына бізде 7 тұру керек, міне. Уже табылды. Сосын минус 3 тұр, дұрыс. X-тің орнына X тұр, B-ның орнына 1 тұру керек. Яғни А тең бізде 7, Б тең 1. Осыны жауапты іздейміз. Енді 7-ні қайттан А-ның орнына қойсаңыздар 2 теңде теңесіп тұр ғой, берілген бойынша. Ал дискриминант шешіп, қазір нүктелерін табу деген ол ұзақ әңгіме болып кетеді. Үйтіп тапсаңыздар да болады негізі дискриминантпен. Қараңдар, сонда бұл бізде 7 мен 1 деген С нұсқасына тұр жауабында. Келесі 17-ші есеп. 17-ші есепте бұл да оңай есеп, бірден айта салайын мына жерде. Модуль x тең минус x дейді. Яғни модульдің орнына, бұл уже 5-6 рет айтқан нәрсе, жауабы бізде 0-ден, минус x-тен 0-ге дейін болады. Неге? Себебі минус x-тен кез келген сандарды қойыңыздар, мысалы минус 5. Минус 5-ті x-тің орнына қойсаңыздар, ол жерден плюс 5 болып шығатын модульден. Сосын минус 5-ке минусты көбейтсеңдер, плюс 5, яғни минус теңесе береді өзара. Ал мынау варианттар келмейді. А жауабы болады сонда. 0-ды қойсаңдар, 0 тең 0. 18-ші есеп. 18-де мынандай мүшелері оң геометриялық прогрессия берілген. Берілген жазып қойын. Так, ана басқа бетке жазам ғой деймін. Так, мынандай берілген міне прогрессия. Мүшелері оң деген. Мүшелері оң деген сөзіміз, яғни Q бізде минус сан болмау керек.
Так, қараңдар, мынаның бәрін ашамыз, қысқартамыз сосын. b5 деген бізде неге тең? Ол b1 q-дің 4 дәрежесі минус b1 q квадрат тең 36 дейді. Бұл жетіні не деп аламыз біз? b1 q-дің 6 дәрежесі плюс b5-ті b1 q-дің 4 дәрежесі. Енді прогрессияны білетін шығарсыздар. Тең 240. Өстіп теңестіріп алдым жеке-жеке. Енді b1 q квадраттар жақын сыртынан шығар жейін. Мынау b1 q квадратты жақын сыртынан шығарсам бізде q квадрат минус, мынау үстін шығарып жатырмын. 1 тең 36. Астынан b1 мен q квадрат тос шығарған яқтанда. Сонда үстін не қалады? Мына жақта q-дің 4 дәрежесі плюс q квадрат қалады екен. Тең 240. Қайттан көбейсеңдер өзі шығады. Енді қараңдар, мынау астын үстіне бөлемеді. Астын үстіне бөлген кезде мынау мен мынау қысқарып кетеді былай. И мынау нәрсе орын алады сонда. Q-дің 4 плюс Q квадрат бөлінген Q квадрат минус 1 тең 240-ты 36-ға бөлем. 240-ты 36-ға бөлсем, так, бізде бөлінбейді екен 240 36-ға. Енді осы жерден пропорция саламыз. Так, сонда пропорция істесек 36 q-дің 4 дәрежесі плюс 36 q квадрат тең, мынаны жеке-жеке көйтемін. 240 q квадрат минус 240. Осы жерден так, 36 q4 тұра береді. Мынау бізде мынайға минус бөліп өтеді. Минус бөліп өтеді. Так, сонда 240-тан азайтамын 36-ны. 204 минус 204 q квадрат и плюс 240 тең 0. Енді қараңдар, мына жерде турецкий әдістің, так, турецкий әдіспен шыға ма мына жерде? Так, шықпайтын сияқты. Мына қазір көрейік енді, бәрін бір санға қысқартып көрейік. Так, міне біз бәрін мен 6-ға бөлдім. Мына нәрсе шықты. Енді көріп q4, q квадрат деген, оны x квадрат x деп алдым. Жеке-жеке міне теңестірдім. Яғни дискриминант шештім мына жерден. 34 квадраттадым, 6 бәрін көйтіп білетін шығарсыздар енді ол бәрін. 196, одан түбір асты 14 шықты. x1 мен 2-ні таптым. 4 пен 1,16. Енді 1,16 деген ол есеп жауап бола алмайды. Енді 4 дегенді x-ті біз q квадрат деп алдық, q квадратқа теңестіремін. Сонда q квадрат тең 4, q тең плюс минус 2. Енді мүшелері оң деген сөз жалпы минус 2 деген мен алмайды дедім жаңа. Ол заң. Яғни минус 2-ні бізде жауап қалмаймыз, сонда плюс 2 екен. Не, q бізде жалпы жаңа басқа да кетті. Q 2-ге тең болды, не, q таптығы 2-ге тең екен. Енді b1-ді тапсақ, сонымен есеп бітеді уже. Қай жерге қойып біз b1-ді тапқан ыңғайлы? Мына жерге қойып таба салайық b1-ді. Так, 2-ның 4 дәрежесі, 2-ның 4 дәрежесі қанша? 16, яғни 16 b1 минус 2-ның 2 дәрежесі 4, 4 b1 тең 36 дейді. Осы жерден 12 b1 тең 36 b1 тең 3. Бірінші мүшесі 3-ке тең, q 2-ке тең. Мынау берілген жаңағы нәрсені енді таба салайық. b4 деген бізде b1 q куб минус 2 b1 q. b1 бізде 3-ке тең, q куб деген 2-ның 3 дәрежесі 8, минус 2, b1 деген 3, q дегеніміз 2. Есептейтін болсақ, 8 үшім 24, азайтамын. 2 екім 4, 4 үшім 12, бізде 12 деген жауап шығады екен. Ал ол бізде, так, 18-ші есеп болады, не? Міне 18-ші есеп, шығардық бәрін. 12 деген е нұсқасына тұр. Так, мына жерге е деп қойын. Келесі есеп. Келесі есептер. Мынандай теңсіздік берілген. Бұл енді оңай, қатты қиын емес, қараңдар. Мына үстін бүйтіп аламыз. 2x минус 3 кіші 5-тен, және де 2x минус 3 модуль тұрғандықтан үлкен минус 5-тен дейміз. И астын өзін жасалам. X квадрат плюс x минус 2 үлкен не тең 0-ден. Мындай 3 нәрсе шықты. Енді қараңдар.
жеке-жеке x таба салайық енді. Үстінен тапсақ x кіші, қараңдар, мынау былай өтеді. 8, 8-ді 2-ге бөлем, 4. Сосын астынан x үлкен, мынау былай өтеді, минус 2 болады. Так, плюс 3 болып өтеді, минус 2, минус 2-ні 2-ге бөлсем, минус 1. Сосын астынан бізде не шығады екен? Астынан енді бүйтіп шешеміз. Мынаны турецкімен шешейік. Так, x пен x, 2 мен 1, мына жерге минус қоям. Пропорция так істесек бәрі дұрыс, ортаңғы сан шығады міне. Дискриминантпен шығарсаңыздар да болады өздеріңіз. Сонда жауабы минус 2 мен 1 деген мына 2 нүкте шығады. Осының саны минус 2 мен 1 деймін. Бізге мынандай теңдік көрсетілген, яғни бояймыз. Сосын плюс, минус, плюс дейміз да, үлкен десе плюс аралықты белгілейміз. Бұл енді өте оңай жолы. Сандар қойып тапсаңыздар да болады. Ояғын енді о жағы ұзақ болып кетеді просто. Минус 2 мен 1 міне. Арасы боялып тұр енді. Сосын енді мыналарды сол бетіне сызам былай. Қиылысқан жерлер есептің жауабы болады. 3 рет қиылысқан жер. 4 деген ол 1-дің мына жағында, я? Мына жерде тұр примерно. Осыдан үлкен дейді. Кіші деген бізге, ой. Мына аяқ сызылады. Бұлай кете береді. Одан кейін бізде минус 1 тұр. Минус 1 деген минус 2-ден кейін мына жерде тұр примерно. Осыдан үлкен дейді. Сонда есептің 3 рет боялған жері ол не мынау, сосын мынау міне. Яғни 1-ден 4-ке дейін деген. Яғни 1-ге тік жақша, 4-ке жай жақша қоясыздар. Ал енді қайда болындай жауап? 1-ден 4-ке дейін деген А нұсқасынан тұр екен міне. Келесі. Енді мынау есепті, так, бұл оңай есеп, қатты қиын емес. Цилиндрдің, так, бізге не деген? Толық бетінің ауданын табыңыз деген. Толық бетінің ауданының формуласына жерге жазып қойын. Так, мынандай берілген сурет, мына жерге жазайын. Так, толық бетінің ауданының формуласы, яғни 2πrh, сосын көбейтілген, қосылған 2πr квадрат. Мынау бізде s толық бетінің ауданы деген, Яғни қараңдар, бізде биіктік табу үшін, суретке дұрыстап қарасаңдар, мына жер бізде 6 деген, 60 градус деген, яғни тік бұрышта 3 бұрыш міне. Мына жер 90 болса, мына жер 30 градус. Енді 30 градусқа қарсы жатқан гипотенузаның жартысына тең. Яғни мына жер 3-ке тең екен. Мына жер 3 деп қойайық бүйтіп. Енді мына жер 3-ке тең болды. Значит, мына жер табу үшін, мына жерде. Мынау 6-ның квадраты, яғни азайтылған 3-тің квадраты. 36-тан азайтамын 9-ды и түбірдің астында. Ол бізге мына биіктікті береді. H-ты. Сонда H тең 36-тан 9 азайтсам бізде 27. Түбірдің астында. 27 ол 9 бізде көбейтілген 3. Яғни 3 түбір асты 3. Немесе жата салсаңыздар болады. 60 градусқа қарсы жатқан, ол түбір асты 3-ке көбейтіледі әрқашанда 30 градусқа қарсы жатқанға. Мына жер 3 түбір асты 3 екен. Биіктік табылды. Болды енді. Радиусы бар, биіктік бар, есепті енді нете сақ болады. Орнына қойып шықсақ, есептің жауап шығады. Так, соны жазайын. 2π радиус бізде 3-ке тең. Биіктігі 3 түбір асты 3-ке тең. Сосын плюс 2π радиусының квадраты дейді. 3 түбір асты, радиус қайда бізде? Радиус 3-ке тең екен. 3-тің квадраты 9. Сонда есептейтін болсақ, так, мына жерде 6, 2 үшім 6, 6 үшім 18π түбір асты 3 плюс 18π. Осы жерден 18π жақшан сыртынан шығарамыз. Түбір асты 3 плюс 1. 18π түбір асты 3 плюс 1 деген. Жауап міне. 20-да С жауабында тұр міне. Қатты қиын емес. Келесі 21-ші себенді ауызша сразу көрсетілем. Минус 32 санның модуль жататын аралықтар дейді. Минус 32 санның модуль деген сөз ол 32 плюс, плюс 32. Енді плюс 32 деген мына аралықта жоқ, ада 13 пен 33-дің арасында бар. Б нұсқасы кетті. Одан кейін 23 пен 41-дің арасында бар. G кетті. 12 мен 24-дің арасында жоқ.
32 деген, е. 23 пен 32-ның арасынан жоқ, өйткені 32 жай жақша тұр, тік жақша болса болушы еді. Минус 33 пен ада жоқ. 1 мен 42 де бар. Такс, Б, G, С. Одан кейін минус 1 мен 31 де жоқ. Болды, сонда есептің жауабы Б, G, С деген 3 жауап дұрыс болады. Келесі 22-ші. Так, 22-ші есепте берілген мынандай теңдеу. Енді бұдан оңай теңдеу жоқ, мына жазып қойын. X плюс 1 тең 3 бөлінген 4. Жеке-жеке екі рет шығаратын нәрсе бұл. X тең 4 бөлінген 3, және X плюс 1 тең минус 4 бөлінген 3. Осы жерден X табатын болсақ, 4-тен 3 минус 1, X табатын болсақ, минус 4-тен 3 минус 1 дейді. Мынаяқтан ортақ бөлім беретін болсақ 4, так, минус 4-тен 1 екен. Ал астына ортақ бөлім беретін болсақ, так, бізде қанша шығады? Минус, так, 4-тен, минус 4, минус 3, минус 7. Міне 2 жауап шықты. Енді осыларды қарай салайық мынаяқтан. Так, 1-ді 4-ке бөлсем 0,25 дұрыс. Міне. Так, міне минус 4-тен 1 и минус 4-тен 7. Б нұсқасы келді. Так, С келмейді. Мынау келмейді. Е келеді екен, 4-ті 1-ге бөлсем 4, 3-ке қоссам 7. 0,25 деген 1-ді 4-ке бөлсем 0,25 минус 2-де минус болу керек. Сосын так, минус 4-тен 1 дейді. 7-ні 4-ке бөлсем бізде 1,75 шыға ма? Аға, шығады екен. Так, сосын G келмейді. Болды, H келмейді. Сонда F, E, P. Не есептің жауаптары. Келесі 23-ші есеп. 23 енді қиын емес, нәрге жазайын берілген. Логарифм 6 негізі 3x минус 9 тең 1 дейді. Так, теңдеудің шешімі жатқан аралықтарды табыңыз дейді. Шешімін табайық ал. Так, 3x минус 9 тең 6-ның 1 дәрежесі 6. 3x тең 15. X тең 5. Және де анықталу облысын ұмытпаймыз. Мына жерден 3x минус 9 үлкен 0-ден дейсіздер. 3x үлкен 9-дан x үлкен 3-тен. Яғни x үлкен 3-тен болу керек, ал бізде табылған түбірі 5. Ол 3-тен үлкен, дұрыс бәрі. 5 жауапқа кіреткен. Енді мынаяқтан қарайын, 5 деген нәрсе қай аралықта бар екен. 1 мен 4-тің арасында жоқ. Так, 3 пен 4-тің арасында жоқ, мынада жоқ, жоқ, жоқ. 3 пен 6-тың арасында 5 бар. 3 пен 5 дейді. Мынау 5 деген жай жақша тұр, тік жақша болса кіруші еді. 3 пен 7 де бар. Сонда F пен H деген нұсқаны белгілейсіздер. F және де H. 5 деген екі аралыққа кіреді. Келесі 24-ші есеп. Такс. Келесі есептер. 24-тен 6-шы мүшесі 23, 11, 48 дейді. Осының не деген? Бірінші мүшесі бола алатын жауаптарды көрсетіңіз дейді. Енді бірінші мүшесін табасайық. А6-ны мен бүйтіп ашсам болады. Арифметикалық прогрессияда А1 плюс 5D тең 23 деп. Ал А11-ді мен А1 плюс 10D тең 48. Үстіп ашылады ғой. Мына 1-ге 10-ды қосыңдар, 11-ші мүшесін береді. А1 плюс 10D деп. Енді дальше не істейміз? Дальше біз мына аяқты қысқарту үшін үстін 2-ге бөліп шығамын. Бәрін. Сонда мына астын жаза берейін бүйтіп. 2А1 көбейтілген 5D-ны 2-ге бөлсем 10D тең 46. Болды, мен екеуін жеке-жеке алып алдым. Үстін 2-ге көбейтіп астына жазып қойдым. Енді келесі заң бар, екі жақты азайтсам болады. Қысқа жолын көрсетіп жатырмын да, тез шығарудың. Енді астынан үстін азайтам. Ортасына минус қойдым. 10-ды мен 10-ды жойылып кетеді. А1 мен А1, 2А1-ден А1-ды азайтсам А1. 46-тан 48 айтсам минус 2. Болды, минус 2 деген жауап шықты. Енді бірінші мүшесі бола алатын жауаптарды көрсетіңіз дейді. Минус 2 деген А мынау бола алмайды, Б бола алмайды. Мынау міне бола алады. Қараңдар. 2-ден 1-дің минус 1 дәрежесі ол кері төңкереді. 2 қалдырады. 2-ның сосын минус 2 міне С келді.
Мынау да келеді ме? Өйткені 2-ден 1 ета есі 0,5. Так, мынау келмейді. Міне G келді. Яғни C, D, G. Болды, қалған келмейді. C, D, G деген қорықпай белгілейсіздер. 25-ші есеп. Берілген жазып қойын, қазір көрсете саламыз. Мынандай теңсіздік берілген не? 25-те. Енді осыны шығара салайық. Так, жеке-жекенен үстін теңестірейін алдымен. Үстінен турецкиймен 2 нүктесін тауып алайын. X пен X дейміз. Мынаны мен 4 пен 2 деймін. Мына жерге минус қоямын. Көбейтсек минус 8, көбейтсек x квадрат. Пропорция сеп қоссақ минус 2x шығады. Дұрыс бәрі. Значит, бұл түбірлер 4 пен минус 2. Дискриминантпен түбірлерін табасыңдар болады. Түбірін таптық, енді түбірлерін жазамын мына жерге. Минус 2 мен 4 деймін. Сосын плюс, минус, плюс. Кіші десе минус аралықты бойымыз. Міне, енді тура астынан сызам. Мынау астыңғы теңдеу жасайын. X бізде үлкеніне тең 3-тен дейді. 3 деген ол мына 4-тен кейін тұр мына жерде. Міне, бояп қоямыз. Осыдан үлкен дейді. Міне, былай кетті. Значит, 2 рет қиылысқан жер есептің жауабы 3-тен 4-ке дейін деген. Мына жерге жазайын. 3-тен 4-ке дейін есептің жауабы болады. Так, бәрі көрініп тұр. Ондай жауап бізде бар ма екен? 3-тен 4-ке дейін деген. Так, 3-тен 4-ке дейін деген. Міне тұр екен D-да. Ол жерде 3-ке бермепті. Міне G-да тұр екен. Болды. G нұсқасын белгілейсіздер. Келесте так, мынау теңсіздігінің ең кіші бүтін шешімі жатқан аралықты көрсетіңіз дейді. Енді бұл да оңай есеп, қазір көрсетем. Так, міне берілгені 26-ның осын шығара салайық алымен тез. Мынаны былай өткіздім, міне 2x деп жаздым. Мынаны былай өткізем 4, осыдан x үлкеніне тең. Мына 2-ке бөлісем 2 болады. Енді астын шығарайық. Так, мынаны былай өткізем мен. Таңбасын етіп қойып қойын. Мынаны былай өткізейін 3x, мынаны бері алып келейін 6. Яғни x-іміз бізде үлкен болып тұрады. X-іміз үлкен. Так, мына жерде дұрыс па? Мына былай өтеді, мына былай өтеді, дұрыс. Мына жерде такс. Дұрыс екен. Мына жерде бізде енді x үлкен 2-ден. Сонда есептің так, мына жерге жазайын. Бұлай мына жерге сан ойсын сайын. Такс, x-тен үлкен дейді. X үлкен 2-ден дейді. Міне мына бойымыз. Мына жерде 2 ғой точнее. 2-ден плюс x-ке дейін жауабы. 2-ден плюс x-ке дейін. Енді бізге не деген? Теңсіздіктің ең кіші бүтін шешімі жататын аралықтар дейді. Ең кіші бүтін шешімі деген 2 болады. Өйткені 2 өзі жауапқа кіреді деп тұрмын, тік жақшы арқылы. Енді ол қай аралықта бар? 2 деген аяқта. Минус 3 пен 1-дің арасында жоқ, мынада жоқ. Міне c-да бар 0-ден плюс x-ке дейін 2 бар. D-да бар. Мынада жоқ, жоқ, жоқ. И мына жерде 2 деген жауапқа кірмейді, жай жаққа тұр. Сонда бізде c мен D болады, c-ді. Келесі 27-ші есеп. Мынаны ауызша есеп айтылайын. Функцияның жұп тақ немейді? Функцияның жұп тақ немесе жұпта тақта емес өспелі кемелі екен анықтаңыз дейді. Жалпы айтқанда функция не деп тұр бізге? Қараңдар, бұл функция алдымен тақ болады, өйткені минус санды қойсаңдар, минус қылдырып қайттан шығарып береді. 23 дәреже деген ол тақ. Тақ деген D нұсқасына тұр. Келесі, бұл бізде өспелі. Өспелі кете береді. Ол бізде B нұсқасына тұр. Сосын кемелі емес, периодты емес, тақта емес болды. Міне сонда бізде қайсысын белгілейміз? B мен D. 27 сол болады. Так, келесі 28-ші есепте бізде былай берілген. 3 бұрыштың ұзындықтары 3 және 4 болатын 2 медиана дейді. Тік бұрыш жасап қиылсады, 3 бұрыштың одан табыңыз дейді. Біз міне жаңа сызып бәрін істеп қойдым. Қараңдар, 2 медианасы ұзындықтары 3 пен 4 дейді. Бәрін келтірдім сызып. Скрин істеп алсаңыздар да болады. Енді дұрыстап түсіндірейін. Қараңдар. Біз A-ны 3 деп алдық, міне BF-ті 4 деп алдық. Сосын медианалар қиылысу нүктесінде, яғни 3-тен 2 қатынасында, яғни
қиылысады. Мына жер бізде 3-тен 1 болса, мына жер 3-тен 2 дегендей. Ол міне жазып қойдым бәрін. 3-тен 2. Енді оды дегенді табу үшін мен мына ұзындықты көбейттім, оның 3-тен 2 бөлігіне мына жерге. 2 шықты. Б оны да тура солай таптым. 4-ті көбейттім, мынау 3-тен 2 деп алдым. 8 бөлінген 3. Сосын мына жердің ауданын таптым. БОД деген. ОБД или қалай. 2 қабырғасын көбейтіп, мынау тік 4 бұрыш деген ғой еще. Тік 4 бұрыш 90 градус. 2 қабырғасын көбейтіп 2-ге бөлдім. Сосын 8 бөлінген шықты. Одан кейін АО. Мынау 3-ті келесі. АО деген бізде мына жер. Ол бізде 3-тен 1 бөлігі мына жер. 3-тен 1 бөлігі. Оның ұзындығын тауып алдым. 1-ге міне. 1. Сосын екінші мына аяқтың ұзындығы бар. Екеуін көбейтіп 2-ге бөліп мына жердің ауданын таптым. Сосын мынау 2 аудан бар емес па? Мынау. Осы екеуін қостым. Екеуін қосқан кезде жалпы бір аудан шығады. Ол міне 4 деген. Енді медиананың келесі заңы қиылысу нүктесінен, яғни 2 тең бөлікке бөлінеді деген, яғни аудандары. Мынау 3 бұрышпен, көріп тұрған не. И мынау 3 бұрыштың аудандары өзара тең. Сонда біз міне мынау асты немесе. Мынаның аудан таптық міне А, Б, Д деген. Осының ауданы 2-ге көбейтсек, жалпы 3 бұрыштың ауданы шығады. Ол бізде 8-ге тең. Бұлай дұрыстап салып тұрайын. Бүйтіп скрин істеп алсаңыздар болады. Кішкене бүйтіп көтерейін. Не. Ал енді осымен келесі есептерге өте берейік. Келесі бізде 29 бен 30 есеп. Қараңдар. Бізге бүйткен анықталу облыс дейді -4 пен 4-тің арасы болатын fx функциясының графигі көрсетілген дейді. Y тең fx дейді. Y бір-біріне тең дейді. Ал бізде fx дейді үлкен -1-ден, яғни y үлкен -1-ден болу керек. Енді ол қай жақта? -1 деген қараңдар. Y үлкен -1-ден. Бізде мынау көріп тұрсыздар, көтеріліп бара жатыр. -1 деген міне тұр. Осыдан үлкен болу керек дейді. Міне үлкен. Яғни үлкен бізде бірінші 0 деген, y 0-де үлкен, сосын 1-де, 2-де ғой міне. Болды. Арғай уже міне 1-де, сосын 2-де. Арғай уже жоға бітеді. Сол 0, 1, 2 деген жауаптарды іздей саламыз. Міне 0, 1, 2. Қайда ол? FGH. FGH болады. Келесі 30-шы деп шығарайық. Мен мына жерге сразу сыз қойдым берілген. Былай болсын. Уақыттығы өйткені. Бізде тік бұрышты параллелепипедтің бүйірі қыры дейді. Бүйірі қыры міне 10-ға тең. Одан кейін табанның үлкен диагоналі 9 дейді. Табанның үлкен диагоналі 9. Үлкен қабырғасы 7 дейді міне. Үлкен қабырғасы салдым. Олардың арасындағы бұрыштың синусы мынаған тең дейді. Бұрыштың синусы мынандайға тең дейді. Мынау үлкен қабырғасымен, точнее үлкен диагоналімен үлкен қабырғасының арасындағы бұрыштың синусы осыған тең. Сосын болатын параллелограмм дейді. Міне, мынау параллелограмм. Енді параллелепипедтің бүйір бетінің ауданын табыңыз дейді. Мына бүйір бетінің ауданын табатын формула бар міне. Яғни табанның периметрі көбейтілген h биіктік 10. Енді қараңдар, енді бұл жерде қиындық туылып тұрған нәрсе біріншіден синус альфаның мәні, екіншіден мынау қабырғасы жоқ. Периметр табу үшін оның бәрі 4 қабырғасын қосындысы. Енді синус альфа бізде, мынау қабырғасын табу үшін бізде қандай заң бар? Косинустар теоремасы деген бар. Яғни бұрышқа қарсы жатқан мынандай формула бар. А квадрат плюс Б квадрат деген міне. Мынау бізде А болса, бұрышқа қарсы жатқан X деп. Осының бәрі түсінікті деп сіздерге ойлаймын. Және де косинус альфа тұрға бізде синус альфа берілген. Сол үшін. Енді болды. Табасақ кестесі шығарып. Бізде қараңдар, косинус альфаны табу үшін синус былай істейміз. Косинус альфаны табу үшін түбірдің астында 1 минус мынаны квадраттайсыздар болды. Ол кәдімгі қатып қалған заң. 21-ді енді 20 қараңдар, бір нәрсе айта салайын сіздерге мына жерге. 21-дің квадраты бізде қаншаға тең екен? 441. Одан кейін 4 түбір асты 5-ті квадраттаймыз. 4-тің квадраты 16, түбір асты 5-ке 5, 16-ны 5-ке көбейтсем 80. Сонда ортақ бөлім беріп, 441-ден ортақ бөлім берсек, 441 барады. 441-ден 80-ді айтамыз бізде.
Так, 80 айтсақ 401, 300 қанша шығады? 361. Түбірдің астында. Енді 361 деген ол бізде 19-ның квадраты, 441 21-дің. Міне косинус альфаны тауып алдық. Болды, енді бүкіл қабырғасы бар, косинус альфа бар. Мынау қабырғасын тауып алайық. Сонда x тең а квадрат дейді. Яғни а квадрат дегеніміз разница жоқ. 7-ні аласыздар ма, 9-ны аласыздар ма, қайсыны? 7-ні алайық. Ал 7-дің квадраты 49 плюс b квадрат 9-ның квадраты 81 минус 2 көбейтілген 7 көбейтілген 9 арасындағы 21 мен 19. Міне. Так, сені қысқаратынарды қысқартайық. Так, түбірдің астына бәрі тең 2, так 7 мен мынау кетеді. Бізде 3, 9 бен 3 кетеді. 3, 3, 2, 6. Сонда 49-ға қосамын 81-ді, азайтамын 3, 2, 6, 6-ны көбейтем 19-ға. И оның бәрі түбірдің астында. Қазір есептеп алайын. Так, бізде 4 шықты, 16 шықты, одан түбір астынан 4 шығады. Яғни мынау x-тің ұзындығы жалпы міне 4-ке тең екен. Осындай жолмен есептедік. Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Ал бізге енді так, аудан табу керек. Периметрі 4, 7-ні қосам қанша болады бізде? 11, 11-ге тағы да бір наяқта қабырғалары бар. 11-ді қоссам 22. 22-ке көбейтемін 10-ды. Сонда бізде 220 деген жауап шығады. 220 міне шықты. Онда жауап қайда екен? 30-да міне Б нұсқасына тұр. Одан кейін қалған жауаптарында жоқ екен, міне. Б нұсқасын сонда белгілейсіздер. Ал осымен біздің нұсқа талдау бітті. Лайк басып, репост басып, достарымыз шақырып, бізге де көмек берейік. Себебі бізде бұған еңбек етіп жатырмыз. Нұсқаларды алып, оны шығару деген. Осымен жарайды. Сау болыңыздар.